Жанартаудың төбесінен балқыған тас атылып шығады. Күл мен түтін аспанды толтырады. Бұл жанартаудың керемет күші. Олар бізге ғаламшарымыздың тірі екенін еске салады. Жердің тереңінде күштер жұмыс істейді. Бұл күштер біздің әлемімізді қалыптастырды. Олар бүгінде солай жалғастыруда. Жанартаулар тек жойқын күштер емес. Олар сондай-ақ жаратушылар. Жанартау атқылауынан жердің көптеген аралдары пайда болды. Олардың құнарлы топырағы тіршілікті қолдайды. Жанартаулардың жылуын тіпті энергия көзі ретінде пайдалануға болады. Жанартаулар жердің отты жүрегіне терезе. Олардың құпияларын зерттейік. Олардың күшін түсінейік. Ғаламшарымызды қалыптастырудағы олардың рөлін бағалайық. Аяғымыздың астында жер өте ыстық. Шын мәнінде кейбір тастарды ерітетіндей ыстық. Бұл балқыған тас магма деп аталады. Магма айналасындағы қатты тастан жеңіл. Ол ыстық әуе шары сияқты жер бетіне көтеріледі. Кейде магма жер қыртысындағы жарықшаққа немесе әлсіз жерге жетеді. Магма осы саңылау арқылы атқылайды. Бұл жанартау атқылауы. Балқыған тас ағып шыққанда ол салқындап қатаяды. Уақыт өте келе салқындаған лаваның қабаты қабатталып жиналады. Ақырында бұл конус тәрізді тауды құрайды. Біз мұны жанартау деп білеміз. Жанартау атқылауы өте жойқын болуы мүмкін. Ыстық, ағынды лава жолындағының бәрін өртеп жібере алады. Жанартау күлі тұтас қалаларды көміп тастай алады. Атқылау кезінде бөлінетін газдардың өзі өлімге әкелуі мүмкін. Бірақ жанартаулар сонымен бірге жаратушылар да. Жанартау атқылауынан біз бүгін көріп отырған көптеген аралдар пайда болды. Мысалы, Гавай аралдары теңіз түбінен атқылаған жанартаулардан пайда болған. Жанартау күлі бастапқыда жойқын болғанымен, уақыт өте келе ыдырап, өте құнарлы топырақ жасайды. Сондықтан көптеген жанартау аймақтары өте өнімді ауылшаруашылық алқаптары болып табылады. Геотермалдық энергия деп аталатын жанартаулардың жылуын, электр энергиясын өндіру үшін пайдалануға болады. Бұл таза және тұрақты энергия көзін қамтамасыз етеді. Біздің күн жүйесіндегі ең үлкен жанартау жерде емес екенін білесіз бе? Ол Марста. Олимп тауы Эверест тауынан 3 есе биік. Тарихтағы ең әйгілі жанартау атқылауларының бірі Ептикус жылы Везувий тауының атқылауы болды. Атқылау Римдік Помпей мен Геркуланум қалаларын күл астында көміп тастады. Күл қалаларды соншалықты жақсы сақтап қалғандықтан, біз бүгінде көшелермен жүре аламыз. Жанартаулар бізге табиғаттың керемет күшін еске салады. Олар қирату мен жасау күші. Жанартауларды түсіну бізге ғаламшарымызды жақсырақ түсінуге көмектеседі. Бұл бізге жердегі тіршілікті мүмкін ететін күштердің нәзік тепе-теңдігін бағалауға көмектеседі.